Al тұрады, тыңдайық. Жерлестер бүгін мына 28-ші Панфиловшылар паркінде жерлестеріміз, семейліктер жиналып жатыр. Қол жинап жатырмыз. Бүгін кісі өте көп болды, бәріне ризамын, рахметімді айтамын. Мұнша көп кісі келеді деп ойламадық. Енді біздің мүддеміз осы халықтың барлық, қалай десем, жағдайын жоғарыға жеткізіп, Семей комитетіне біз осы қолдарымызды жібереміз. Біздің зардап шеккен адамдар, мұқтаж болған адамдар осының бәріне көмегі тиеді деген үміттеміз. Сондықтан мына қолдарымыздың барлығын жібереміз. Мұнда міне жиналған кісілер сөз айтқысы келіп тұр. Сол кісілерді тыңдасаңыздар. Ал сөз сөйлеңіз. Құрметті жоғарыдағы өкіметтегі президентіміз Тоқаев, сізге міне бүткіл паркте жиналып, Семей полигонының зардабын шеккен аурулар бар, мүгедектер бар. 90-96 жылы, 95 жылдары берген, мен өзімнің қызыл удостоверениямда үлготым, жеңілдіктерім болған. Соны жоғарыдағылар тоқтатып қойды. Сол тоқтатқанға біз қарсымыз. Енді сол Семей полигонының зардабын шеккен біздерге, біздің сұрайтынымыз сіздерден өтінеміз. Біздің жеңілдіктерімізді, үлготымызды қайтаруға көмектесіңіздер, ат салсыңыздар. Міне қанша халық тұр сіздерден сұрап. Біздер өте Семей полигонында радиациядағы айтуға оңай, көп қиыншылықтарды көрдік, ауырамыз, денсаулығымыз жоқ. Осы жас балалардың бәрі белокровиядан, онкологиядан қатты өмірден кетіп жатыр. Сондықтан сіздердің сұрайтынымыз біздің жеңілдіктерімізді, көп льготымызды бұрынғы болған заңда, соны заңдастырып беруге өтінеміз, сұраймыз. Рахмет сіздерге. Міне өте көп адамдар жиналды. Семей полигонының көп адамдар. Осыны жібересіздер. Мұн жақта желтоқсан, Семей желтоқсан ардагерлері тұр міне. Серғазы, Сәби, Қызырқан ағамыз тұр. Желтоқсан батырлары жиналып тұр Семейдің. Сондықтан да осының бәрін енді естиді деп ойлаймын. Айсұлу келді. Осы енді жоғары жақтың құлағына жетеді деп ойлаймын. Барлықтарыңызға рахмет.